Бүгін біз рем пердесін тігетін боламыз. Ол үшін рем пердесіне жеңіл мата керек. Биіктікті терезеге дейінгі аласыздар. Потолоктан, карниз қай жерде тұр, сол жерден терезеге дейін немесе өздеріңіздің бөлмелеріңізге сәйкестендіріп аласыздар. Негізі көбіне терезеге дейінгі биіктікті алатын боламыз. Менде 180, ұзындығынан 180, терезенің енінен 150 сантиметр. Енді түзулеп, түп түзу болу керек мата. Түзулеп қиып аламыз. Жібінен тартып, бір шетінен жіптен тартсаңыздар, өзі бір түзу сызық шығады. Сол сызықтың үстінен қиып өтесіздер. Матаның ортаңғы шетінен бастап қиясыздар. Енді келесі жағын қиямыз. Екі шетін түзу болу керек. Өйткені бізде римскийде түзу болмаса, бір жағы қисық, бір жағы төмен болып қалуы мүмкін. Біз қиып алдық, енді матамызды, енді биіктігімізді өлшейміз. Биіктік менде 1,83, сол биіктікпен тігетін боламыз. Римский пердесі көбіне стандарт 1,5-2 метр болады ені. 183 менде биіктік болды, оған 20 сантиметр қосып аламыз. Астын қайырғанға және төбесін қайырғанға артығымен алатын боламыз. Жібінен тартып түзулеп қиямыз. Мен гүлді мата болғаннан кейін гүлінің узорларымен қиып жатырмын. Негізі гүлді матаны қиғанда оңай қиылады. Ең бірінші рим пердесінде екі жанын тігіп алатын боламыз. 2-2 сантиметрден 4 сантиметр қайтарып тігеміз. Түзулеп тігу керек. Бұл жерде түзулікке мән беріңіздер. Осылай 2 сантиметрден өлшеп отырып тігіңіздер. Өлшем алған кезде енін 1,5, менде 1,5 болды, соған артығымен өлшем алыңыздар. 1,60 алсаңыздар, 1,5-ге 1,60 алсаң, 10 сантиметр қосып алсаңыздар, жан шетін қайтарғанға кетеді. Түзу 0,1 миллиметрмен тіккендеріңіз дұрыс. Астында мононит кез келген мата түсіне кете береді. Астыңғы жіпті ауыстырудың қажет жоқ. Сол мононитпен тіге бересіздер. Келесі жанын тігеміз. 2 сантиметрден 2-2 сантиметрден 4 сантиметр қайтарып, 0,1 миллиметрмен тігіп шығамыз. Түзулікке мән береміз. Бұл рим пердесіне жеңіл матан алғандарыңыз дұрыс. Ауыр мата негізі төбесіне липучка тігіледі, сол липучкаден түсіп кетуі мүмкін. Қанша темірлер тұрады арасында, сол салмағымен түсіп кете беретін болады. Негізі жеңіл мата дұрыс. Бұны кез келген матадан тігеді. Жұқа мата тюльден да тіксе болады. Тюль негізі жұқа, жеңіл, әдемі, нәзік болып көрінеді. Осылай екі жанын тігіп аламыз. Рим пердесінің механизмі осылай сызып аламыз. Механизмі 5 темір болады. Астындағы темір 3,5 сантиметр болады ені. Одан кейін 5 қатар темір болады. Ол ені 1 сантиметр болады. Сол матамызды біз 5-ке бөлетін боламыз. Бөліп, әр арасынан
темірлерімізді қыстырамыз. Ең астынан 3,5 сантиметр тігеміз, қалғанын 5-ке бөліп аламыз. Ең төбесіне лепешка тігетін боламыз. Енді біз астын тігетін боламыз. 3,5-3,5-нан 7 сантиметр қайтаратын боламыз. Өйткені бізде ең астыңғы темір ені 3,5 сантиметр. Осылай қайтарып тігеміз. Закрепка беріп тігіп аласыздар. Сантиметрмен өлшеп отырыңыздар. Гүлі бар мата болса, гүліне қараңыздар. Гүлі жоқ мата болса, обязательно сантиметрмен өлшеп отырып тігеміз. Екі жаны да бірдей болып түзу шығу керек. Ең соңына келгенде тағы өлшейміз. Ең соңғы жерімізді осылай жауып кетеміз, ашық тұрмау керек. Арғы шеті ашық тұрады, ол жерден темірін кіргізетін боламыз. Артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Енді өзімізге керекті биіктікті өлшеп аламыз. Менде 1,83. Осылай биіктікті өлшеп, қайтарғанға 5 сантиметр алып қалып, қалғанын қиып тастаймыз. Жібінен түзулеп отырып тартып, қисаңыздар төбесі түзу шығатын болады. Осылай жібінен тартсаңыздар, өзі белгілі бір сызық пайда болады, сол сызықтың үстінен қиып шығасыздар. Енді осы биіктіктен ішке қарай матамызды қайырамыз, өйткені жіптері шығып кетпеу керек. Менде ішке қарай 6 сантиметр қайырылады, сол 6 сантиметрдің үстінен тігіп шығамыз. Осылай ішке қарай 3 сантиметр, тағы да 3 сантиметр қайтарып тігеміз. Енді осы сызғанымыздың, тігіп шыққанымыздың үстінен лепешкамен жүріп өтетін боламыз. Лепешканың жұмсақ жағын тігетін боламыз. Қатты жағы карнизде болады, карниздің өзінде болады. Біз осыған жұмсақ жағын тігетін боламыз. Бұл лепешка карниздің өзімен бірге жүреді.
Сіз 1,5 метр карниз алсаңыз, липучкаңыз да 1,5 метр болып келеді. Енді осы липучканы төбесіне тігетін боламыз. Бірінші қатарын тігеміз. Осылай бірінші қатарын тігіп аламыз. Енді екінші қатарын тігетін боламыз. Мата тартылып қалмауы керек. Міне осылай төбесіне липучкасын тігіп алдық. Липучкасын тігіп болдық. Енді үтіктеп аламыз. Тіккен жерлеріміздің барлығын теріс қаратып, теріс жағынан пармен үтіктеп шығатын боламыз. Жанын, астын, төбесін барлығын, тіккен жеріміздің барлығын. Мата мыж болса, мыж болған жерлерде үтіктеп алатын боламыз. Енді матамызды жерге қойып, астыңғы жағынан, жаңа темір қыстыратын жақ ең астын тіккен жерімізден жоғарғы жағына шейін өлшеп аламыз. Липучкаға дейінгі өлшеп аламыз. Осылай өлшеп алып, 6-ға бөлеміз. Бізде 5 темір болады. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. 4 темірін тақсаңыздар да болады. Мен 5 темірін түгел тақтым. 6-ға бөлеміз. Менде жаңа өлшегенде 176 шықты. Соны мен 6-ға бөлдім. Өйткені менде 5 темір қойылады. Сол 5 темірдің аралығы менде 29 сантиметр шықты. Сол 29, әр 29-дан 5 жерінен белгілеп аламыз. Екі шетінен де белгілейтін боламыз. Келесі жанынан да 29 сантиметрден белгілеп шығамыз. Енді сіздерде әртүрлі размер шығады, сол размерде белгілейтін боласыздар. Осылай барлығын екі шетінен де белгілеп шығып, екі осы шетін белгілеген жерімізді арасын қосып сызатын боламыз. Осы екі шетті сызып шығамыз. Бормен сызып алыңыздар, кейін кетіп қалады ол бор. Матаны теріс бетінен жатқызып қойып сызасыздар. Осылай 5 қатарын да сызып шығамыз. Арасын өлшеп отыру керек, түзу болу керек аралары. Енді бізге 5 сантиметрлік лента керек болады. Сол 5 сантиметрлік лентаны жақсылап үтіктеп алыңыздар. Бұл лента үтік басқаннан кейін отыратын болады. Отырғызып үтік басып аласыздар да, ортасындағы жіптерін алып тастайсыздар. 5 сантиметрлік болмаса, негізі 3 сантиметрлік лентада болады, кухонный перделерге тігілетін. Сол лентаны қолдансаңыздар болады. Менде бары осы 5 сантиметрлік лента. Сол үшін мен 5 сантиметрлік лента алдым. Осы лентаны 1,5 метрден барлығын қиып алып үтіктеп шығасыздар. 5 лента керек бізге, 1,5 метрден 5 лента керек болады.
барлығын үтіктеп аламыз. Жақсылап үтіктейміз, өйткені бұл лента отырады. Сол үшін пармен булап үтіктеп аламыз. Ішіндегі 4 жібін алып тастаймыз. Бір жағынан тартсаңыздар алынып қалады. Осылай барлығын алып тастайсыздар. Бес лентаны осылай барлығын алып тастайсыздар. Бір жағынан тартсаңыздар өзі шығады. Енді осы лентамызды оң бетінен крючок жағын қалдырып, крючок жағын оң бетінен істеп, осылай 1,5 сантиметрден тігіп шығатын боламыз. Барлығын тігіп аласыздар. Крючок жағынан 1,5 сантиметрден есептеп отырып тігесіздер. Ең астыңғы, өзі крючоктың астында жібі болады, сол жіптен тіксеңіздер де болады. Енді жаңағы сызған жерімізге осы ленталарды қойып, жаңа лента тіккен жеріміздің үстінен тағы матаның үстіне қойып тігетін боламыз. Закрепка беріп отырып тігіңіздер. Ең бірінші тіккен шетімізді жауып кетеміз. Астыңғы матаны кішкене тартып отырыңыздар, өйткені машинканың лапкасы жируы мүмкін. Сол үшін астыңғы матаны тартып отырып, осылай 5 сызықтың үстіне 5 лентамыздың барлығын түзу тігіспен, тігісіміз түзу болу керек, түзу тігіспен тігіп алатын боламыз. Тігіс, мата ешқайсысы қисаймау керек. Ең соңына келгенде қиып тастаймыз. Бұл соңын бір шетін ашық қалдырамыз. Осы шетінен бізден труба кіретін болады. Барлығын осылай тігіп аласыздар. 5 қатарында тігесіздер. Осылай енді жаңағы темірлеріміз алып, 3 сантиметрлігін ең астына кіргіземіз. Енді қалған темірлерін кіргізетін боламыз. 5 темірінде осылай трубаға кіргізіп аламыз да. Жерге жатқызып қойып, біздің осындай механизміміздің төбесінде қалың несі болады, липучканың қатты жағы болады. Осыны мына жұмсақ жағына жабыстыратын боламыз. Осылай бір тегіс үст қолмен басып тұрып, жабыстырып аласыздар. Енді тегіс жайып қойып, осындай 3 жерінен лента жүреді, сол лентаны тегіс қойып, ара қашықтықтарын сақтап отырып, бұны жылжытсаңыздар да болады, өзінің астына бұрайтын бұрандасы болады, сол бұрандасымен жылжытсаңыздар болады. Тегістеп жылжытып
бір қалыпты орынға қойып аласыздар. Енді осындай кішкене крючоктары болады. Кольцо деп айтылады. Кішкене кольцолар болады. Сол кольцоларды осы жіптің турасынан тігіп шығатын боламыз. Осы 3 жіптің турасынан 3 кольцо, әр қатарға кольцо тігетін боламыз. Негізі кольцо аздық етсе, кольцо жетпей қалса, немесе кольцо болмай қалса, мен осы ленталарды тігіп шықтық. Сол ленталардың өзінде крючоктар ілінетін жер болады. Сол жерден өткізсеңіздер де болады. Ара қашықтықты бірдей болу керек. Кольцолар бір қалыпты түсу керек, өйткені біздің теміріміз қисайып кетеді. Осылай 5 қатарға да тігіп шығасыздар. Кольцолардың ара қашықтығы да жоғарыдағы темір лентаны орайтын жермен ара қашықтығы бірдей болу керек. Енді біз осы лентамызды, атлас лента деп айтылады, сол атлас лентамызды жаңағы тіккен крючоктарымызға кигізіп шығамыз. Ешқандай қатар қалмау керек, 5 қатарға да кіргізіп шығамыз. Ең соңғы қатарды түзу қойып жерге, ең соңғы қатарды байлап қоямыз. Лента тартылып қалмау керек, немесе артылып қалмау керек. Ондай болған жағдайда біздің рим пердеміз бір жағы төмен, бір жағы жоғары болып тұрады. Төбесінде осының карниздің өзінің қағатын, потолокқа қағатын жері болады, және стенаға қағатын крючок деп айтылады. Сондай крючогы болады, тесік жерлерінен шеге қағасыздар. Қағып, осылай карнизге кіргізіп қоясыздар. Ең бірінші осыны стенаға қағып аламыз. Мен стенаға жағына қағатын болам. Қаққаннан кейін осылай бұрандасымен бұрап қоясыздар. Міне біздің рим пердеміз дайын болды. Мына жоғары жақтарына өз қалауларыңызбен бахрама тіксеңіздер болады. Төменгі жағына да осылай ирек жасап бахрама тігіп қойсаңыздар болады. Енді пердемізді жинаймыз. Бір жақ жібінен тартқанда осылай жиналып тұрады. Дұрыс жиналмаған жерлерін басында қолмен жинап жіберсеңіздер, кейін өзі жиналатын болады. Енді рим пердеміз дайын болды.